Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бекерге айтып жатқан жоқ. Ахсин илейха, жақсы мәміледе бол деп. Жалпы адамдардың арасында сондай бір қате түсінік бар. Ер адам қателік жасаса, оны қатты жазғырмайды. Ер адам ғой, анау ғой, мынау ғой деп кейде оның ісін ұмытып кетіп жатады. Бірақ әйел адам жасаса, онда оны кешірмейді, кей жерлерде, кей елдерде өлтіріп тынады. Өлтіріп тынады. Араб елдерінде сондай жағдайлар көп болған. Шейх Мұхаммад Саид Рамадан Бути рахмахуллах өзінің осы әйелдің құқығы жайында өткен сабағында, ол жайында кітабы да бар, және аудио сабақтары бар. Сол аудио сабағында тыңдаған едім. Біздің елімізде сондай жахили, яғни надандық дәуірінен қалған сондай жаман әдет бар. Қателескен қызды өлтіру дейді. Ол нәрсе көп болған. Біздің бірге оқыған бір досымыз, сириялық досымыз, Алла ол елге тыныштықты қайтарсын, еліне тыныштық берсін. Халаб деген қаладан. Сол жігіт өзінің көршісінің басынан өткен мына оқиғаны айтып берген еді. Бір жігіт көршісінің қызын ұнатып қалады, әлгі жігіттің көршісінің. Сөйтіп келіп көңілін білдіреді. Әкесі жігітті қабыл етпестен қоғамдағы деңгейі нашар болды ма, тұрмыстық жағдайы нашар болды ма, ауыр сөздерді айтып көңіліне тиетін жігітті шығарып салады. Жігіт кек сақтап қалады, сөйтіп ары қарай қыздың басын айналдырып бір күні алып кетеді, жасырын некесін қияды. Жасырын некесін қияды. Арабтарда оны шалифа деп атайды. Алып қашу, бағанағы ата-анасының рұқсатынсыз некесін қию, бұл оларда өте ауыр іс болып табылады, және ол отбасына үлкен сондай бір нұқсан келтіреді. Үлкен нұқсан келтіретін іс болып табылады. Былайша айтқанда ар-намыс тапталады. Некесін қиып, пәтер жалдайды. Сөйтіп сол жерде қызбен қосылады, бір аптадай екеуі бірге өмір сүреді. Қыздың отбасы алаңдайды, қызымыз қайда кетіп қалды деп білмей іздеу салады. Сөйтіп бір аптадан кейін әлгі жігіт қыздың отбасына хабарласады: қыздарыңыз мынандай жерде, біз некемізді қидық, бағанағы мен былайша айтқанда ойыма келген нәрсені істедім деп қыздың әкесінен осылайша кегін алмақшы болады. Әлгі жағдай бүкіл ауылға дейміз ба, немесе сол районға естіледі, сол ықшам ауданға,